Ассалаумағалейкум, құрметті идеялы игі жақсы. Нұржан Сұршалы бауырымның бастамасына қолдау көрсету мақсатында осы бейнені сіздерге жолдап отырмын. Мемлекеттік тілдің, қазақ тілінің, ана тіліміздің көсегесін көгерту үшін, тұғырына қондыру үшін екі жол бар деп білемін. Бірінші жол ол заң жолы. Әлемдегі кез келген тілдің артында мемлекеттік тіл туралы заң тұр. Яғни бізге мемлекеттік тіл туралы заңды міндетті түрде қабылдату керек. Осы жолда күресуіміз керек. Және екінші жол бұл кәсіби бағыт. Яғни әр қазақ азаматы белгілі бір кәсіптің, белгілі бір мамандықтың иесі осы өз мамандығының кәсібінің аясында қазақ тілді сапалы, пайдалы контентті, ақпаратты көбейту үшін біз жан аямай еңбек қылуымыз керек. Бұл кешегі алаш зиялыларының да бізге аманаттаған жолы. Яғни осы екі жолда біз табандылық, мақсаткерлік танытсақ, мемлекеттік тіл қазақ тіліміздің көсегесі көгереді деп ойлаймын.